Астанадағы ЛРТ станцияларында апта сайын құқық бұзушылықтың алдын алуға бағытталған акциялар өткізіледі. Қалалық көлік прокуратурасының мамандары жолаушыларға арнайы жаднама таратып, тарлан астана жеңіл рельсті көлік ішінде өзін-өзі қалай ұстау керектігін түсіндіреді. Тіпті заң бұзған жағдайда қандай жауапкершілік қарастырылатынын да тәптіштеп айтады. Полицейлердің айтуынша әзірге ауқымды заң бұзушылық тіркелмеген, өйткені алдын алу шаралары белсенді жүргізіліп жатқан көрінеді. Іс-шараның мақсаты азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру және көлік инфрақұрылымы объектілерінде құқық бұзушылықтардың алдын алу бағытталған. Бұл ретте халыққа көлікте жиі жасалатын құқық бұзушылықтардың құқықтық салдарын түсіндіру жұмыстары нақты басты назарға алынған. Көліктегі заң талаптарын мүлтіксіз орындау бұл азаматтардың өз қауіпсіздігін және қауіпсіздік тәртіпті қамтамасыз етудегі тікелей жауапкершілігі болып табылатыны түсіндіріліп, қауіпсіздік ережелері бойынша ақпараттық парақшалар таратылуда. ЛРТ іске қосылғаннан бері барлық станция мен поездарда полиция қызметкерлері тәулік бойы кезекшілік атқарып келеді. Күн сайын қоғамдық тәртіпті екі ауысыммен жұмыс істейтін 46 полицей қамтамасыз етеді. Осы уақыт аралығында жолаушылардан полицияға 34 өтініш түскен, ал түрлі құқық бұзушылықтарға байланысты 10 әкімшілік материал толтырылған. Бұдан бөлек полиция қызметкерлерінің көмегімен жолаушылардың ЛРТ станциялары мен вагондарында ұмытып кеткен 113-тен астам заты иелеріне қайтарылған. Олардың арасында ұялы телефондар, сөмкелер және басқа да жеке заттар бар.